Біз қазір тауда жүрміз, қараңдар, қасымда осында қап-қара Пеха және де қап-қара Чоп және де қап-қара Франклин деп қояйын ба, достар. Короче, тауда жүрміз енді деген, қазір Чоптың что-то іш алып кетті ма, что-то бір нәрсе білдірейін деп жатыр. Давай Чоп, сен болдың деген, мен аспанға қарай тұрамын осылай деген. Қайқа баратынымызды бірінші көріп алайық, достар. Біздер деген бар ғой, так мынаяқта деген күн әдемі шығып келе жатыр енді, достар деген. Таудың басына шығамыз ба, өшін көреміз, достар, не болса да бар емес па. Солай енді, достар, біздер деген қазір тауға қарай шығатын боламыз. Күн деген әдемі шығып келе жатыр енді. Йо-майо бар ғой, так деген. Ей, мынау немене бөле ұшып келе жатқан деген, достар. А? Ей! Ема, достар, сендер көрдіңдер ма? Что-то мынаяқтан бір нәрсе ұшып түсті ғой аспаннан деген. Чё за инопланетандар ма? Не мынау, достар, ұшатын тәрелке ма? Мен дұрыс көрген жоқпын, әйтеуір қап-қара ма, көк-көмек па, бір нәрсе. Чоп, сен көрдің ба деген? Қараңдар, достар, оқырмандар, сендер де көрдіңдер ғой? Мәссаған, кеттік ау, олай болса сол жаққа қарай. Біздер деген барайық, аспаннан бір нәрсе түсті. Мәссаған, ана жерде самолет ұшып бара жатыр. Сонда самолеттен түсіп қалған болып тұр ма ол зат деген? Да, контейнер ма, әлде көлік болды ма екен, достар? Қалай ойлайсыңдар? Давайте қазір дәл қазір комментарияға жазыңдар. Біз қазір қандай көлік тауып алуымыз мүмкін? Чоп деген артта қалып кетті ғой. Чоп, давай быстрее деген, давай. Қандай көлік тауып алуымыз мүмкін, достар? Давайте комментарияға жазыңдар. Мен барлықтарыңды оқып лайк басатын боламын, достар. Давайте. Содан кейін арнаға жаңадан келіп отқан болсаңдар, міндетті түрде астындағы подписаться деген кнопканы басып, Нұрғазақ арнасына тіркеліп кетіңдер, достар. Біздер қазір анау бағанағы аспаннан түскен бір нәрсені іздейтін боламыз, достар. Не түскенін білмеймін, әйтеуір деген. Мәссаған, мен көлікпен келе салмаппын ғой, достар деген. Йо-майо, жаяу келе салыппын ғой. Менде деген енді қайдан білейін, енді ондай затты көргеннен кейін қуанып кеттім, достар. Шынымды айтсам бар ғой. Мына тауға көлікпен шығамын деп отқаным, жаяу жүгіріп баратырмын ғой. Да тауы ана затты қатты көргім келіп тұр. Не зат болды екен? Маған өте қызық болып тұр. Мәссаған деген. Ана Чилиан тауын қараңдар, Чилиан тауын көріп тұрсыңдар ма? О, тауға шығу үшін біздерге деген мықты көлік керек, достар. Біздер қазір мынандай бір тауларға шығып жүрміз енді деген. Мәссаған, ана көлік қайда кетті, достар? Йо-майо деген, что-то көріп тұрған жоқпын мен деген бар ғой. Достар, сендер көріп тұрған жоқсыңдар ма? Что-то бір қап-қара көлік байқап тұрған жоқсыңдар ма? Мына жерлерден деген. Йо-майо деген. Қайда кетті ол? Йо-майо, біраз іздейтін сияқтымыз ғой біздер деген. Ойбай, құлап түспейін. Йо-майо деген. Так, оппану. Мәссаған, мынаяқта тұр ғой, бағана бір бәле тұр ғой мынаяқта деген. Что-то осы емес аспаннан түскен біздерде деген, достар. Ана самолеттен түсіп қалған болып тұр ғой сонда бұл деген да, достар. Йо-майо. Мәссаған, мынау қандай көлік деген? Білмей тұрмын мен ана көлікті деген. Не болса да өздері бір қымбат көлік сияқты ғой, түріне қарасақ, достар. Мәссаған, салонды қараңдар. Салон деген қиық-қызыл екен. Мәссаған. Йо-майо деген, қараңдар, достар. Қандай көлік? Мына көлікті білетіндер бар ма? Мен деген көлікті дұрыс білмеймін. Көлікті деген Джони жақсы білетін. Қазір мына көлікті Джониға фотосын түсіріп жіберейін. Джони білетін шығар бұл көлікті деген, бәлкім, если что, нормальный көлік болатын болса, қымбат көлік болатын болса, алып кетеміз ғой. Біз деген бұны жөндеп ары-бері, короче, айдап жүретін боламыз. Айтпақшы, жоқ пайда кетіп қалды. Чоп деген ана Беханы күзетіп қалды ау деймін. Жарайды, қала берсін. Олай болса қазір Джониға мен деген мынаны түсіріп жіберейін WhatsApp-тан деген, достар. Қаяқта еді Джони деген? Все, міне Джониға да жіберіп қойдым деген. Енді деген қазір Джонидің жауабын күтетін боламыз, достар. Сендер ол кезге дейін деген міндетті түрде астындағы подписаться деген кнопканы басып арнаға тіркеліп қойыңдар. Және де менің арнамда бұдан да қызықты видеолар өте көп, достар. Давайте астына түсіп, если осы видео көріп болғаннан кейін көріп кетсеңдер болады. Міндетті түрде, достар, комментария жазып кетіңдер. Қазір енді біздер деген мынау Джонидің жауабын күтейік, достар. Тоқта, маған деген біреу звондап жатыр. Осы Джони ау деймін, пойди деген. Так, қане. Міне Джонидің өзі де звондап жатыр. Джони, қалайсың, бауырым? Мен деген саған бағана WhatsApp-тан фото жіберіп едім. Бір көлік тауып алдым енді орманда жүрген кезде. Что за көлік бұл? Франклин, сен деген срочно местоположение жібер, мен қазір саған барам, ұшып барам, қайтсем де деген. Все, қазір жібере салам. Уайымдама, Джони. Что-то Джони, достар, не істеп тұр ғой, достар? Қуанып тұр ма? Асығып келем деп тұр. Что-то соған қарағанда бұл қымбат көлік сияқты ғой. Мәссаған, мына фаралары сынып қалған екен, достар. Мына капоты жоқ мынаның деген, есіктері жоқ деген. Отырып көрейік, давайте Джони келем дегенше. Молодец, мына көлік деген жүріп тұр ғой. Вау, достар, мына көлік жүріп тұр ғой. Ема деген базар жоқ. Самолеттен түсіп қалса да жүріп тұр ғой мына көлік деген. Мен сонда да көлік айдауды қатты білмеймін. Мынандай көліктерді айдауды бар ғой. Не болса да енді Джониді күтейік. Олай болса біздер деген, достар, осы жерде отырып. Ойбай, тоқта деген. Мына жақта деген Франклинді көріп тұрған сияқтымын. Так, осы жерге қарай өздер жақындай берейік. Мәссаған, мына Франклин Бугатти тауып алған ғой. Йо-майо, Франклин, сен деген немене бөле көліктер тауып ала бересің өзі деген. Ойбай, достар, жоқ. Франклин, тоқта, йо-майо деген, бауырым, досым, айналайын, біз деген баяғыдан бірге өскенбіз ғой, білесің ғой деген. Еба, сен қандай көлік тауып алған білесің ба, Франклин? Иесі осы алаяқ неменеге сен тауып ала бересің? Осындай көліктерді неғып мен тауып ала бермеймін, йо-майо. Мә, қараңдар, Бугатти ғой мынау, достар, ассалаумағалейкум, қалайсыңдар, йо-майо деген. Короче, мынаны деген срочно біз деген гаражға апарып жөндеуіміз керек. Франклин, давай отырып көлікке деген сразу қалаға қарай зытып қалайық біздер деген. Еба, Джони, сонша
сонша сен не асығып келдің, не парашютпен, самолетпен келдің ба? Түсінсем бермасын. Бір қарасам аспаннан секіріп келатсың ғой сен деген. Франклин, короче, бұл деген білесің ба қандай көлік екен? Ё-мо, айтсам сенбейсің. Бұл деген ойбай, мынақта чобың тұр ғой сен, жата берсеңші бұл деген. Бұл деген, короче, Bugatti Chiron деген 2017 жылы шыққан көлік қой. Мынау білесің ба қанша теңге тұратын? Мына есікті жапшы айналайын деген сынып қалмасын газ. Достар, Франклиннің бейқас қап баратыр екен ғой, айтпайсыңдар ма? Мәссаған деген, короче деген, Франклин өзінің Bugatti-ні айдап кетті. Мен деген қазір енді бейқасын айдап бара жатырмын достар. Менеджер ғой Франклин деген Bugatti-ді айдап баратыр. Енді өзі тауып алдым, өзім айдаймын, анау мынау деп. Енді қандай іш қойды деген, мәссаған мына бейқасында не болған? Ё-моё, мен сол болмадым ба әйтеуір деген, жарайды. Өзі сондай деп айта саламыз енді. Қараңдар, мына кетіп баратқан қараңдаршы достар, Франклин кетіп баратқан қараңдаршы. Франклин, ё-моё, мынандай деген Bugatti бұндай жерлерде жүре алмайды ғой, білесің ба? Мына бейқа сияқты. Қараңдар, бейқан фанаттары бар ма? Смело лайк бас. Арнаға тіркеліп кетіңдер достар. Ой, қазір біздер деген қалаға барып, мынаны дерс қылып жөндеп алатын боламыз. Біздер деген кеттік, ал ой болса мен деген трассаға дейін бірінші анадан озып шығып алайын достар. Достар, біздер деген автосервиске де келіп қалдық. Короче, анақта деген Франклин өзінің шаруаларымен кетіп қалды. Енді мен деген қазір мына Bugatti-ді жөндеп қоятын боламын достар. Давайте қазір мына ресторанға қарай кіргізейік біздер. Мінекей достар, біздер ресторанға да кірдік. Қазір біз бұны жөндейтін боламыз, ремонт жасаймыз және де бұған тюнинг жасайтын боламыз достар. Қазір колесосын Bentley-дің өзі Bugatti-дегі тұра берсін. Моторды көбейтеміз, төртті барлығын до конца қоямыз достар. Короче, пальцеске қосайық, подсветканы түсіріп тастаймыз достар. Подвеска бронья көтереміз. Основной свет, қандай свет қоямыз достар бұл автокөлікке? Мынандай золотистый қойға болады екен, қараңдар деріске қылып, болмаса кәдімгі матовый қойға болады, болмаса классический достар. Қандай көк қыламыз ба, әлде мынандай көк қыламыз ба достар? Әлде деген бір сары ма, бір нәрсе қоямыз ба әлде деген достар. Қалай өзі, қандай өзі Bugatti жарасады достар, соны қояйық. Давайте олай болса деген. Достар, қараңдар, чоза бізде Bugatti шықты. Мәссаған, көріп тұрсыңдар ма? Мына колодкілеріне дейін бояп қойдық. В общем, сары түске боятын болды достар. Біздер деген бұл Bugatti-ді осы сары түс ұнатмаған. Кеттік, ал қазір енді далаға шығарып көрейік. Вау, достар, қараңдар, чоза соска Bugatti мынау деген достар. Ё-моё, айтсам сенбейсіңдер достар. Қараңдар, артынан өзіне спойлер шығады достар, көрдіңдер ма? Қазір енді қалада түн болып кетті достар. Қазір енді түнде жүріп көретін боламыз. Ё-моё деген. Мына Bugatti кайф қой достар. Қазір трассаға шығарып бір максимальный жылдамдығын көрейік. Қаланың өзінде 170-пен кетіп бара жатырмыз ғой достар, көріп тұрсыңдар ма? Мәссаған, қараңдар. Қаншаға дейін шығады екен? Мына светофордан 200-ге дейін шығып кетті ғой. Bugatti-ның фанаттары болса смело лайк, қараңдар достар. Күчау достар. 240, 250, 276-ға дейін шығып бара жатыр достар. Деген красавчик. Әдеттегідей өзіміздің деген достар тест-драйв жасайтын, яғни осындай жылдамдық тексеретін орнымызға да келдік. Қараңдар, Bugatti қаншамен кетіп баратқан бір қараңдар. 300 достар, 346, 347, 350 достар. Ой-ой-ой, ДЦП достар, ДЦП. Мәссаған. Жөндеп ала саламыз достар. Ничо, былайна бізде модтар бар, короче, жетеді достар, көріп тұрсыңдар ма? Мәссаған, қазір мен деген достар погоданы да шамалы өзгерте салайын. Біздер деген достар қазір күте тұрыңдар. Сағатты бір кешкі, мынандай бір жерлер қып қойсақ қалай достар, былай бір шамалы кішкене деген бүйтіп осындай бір погода қойып, мынаны деген осындай бір қалай айтсақ болады достар қазір. Осылай тұра берсін, жарайды достар. Қараңдар, чота әдем болып тұр ғой достар, мына жерлер деген. Мәссаған, пляждың жағасына баратын боламыз. Негізі өтіп кеттік пляж жақтан достар. Қараңдаршы, чоза вид достар. Достар, сендерге видео ұнады ма? Давайте келесі жол қандай көлік тауып алып осылайдан типовой етіп дерске қылып қояйық достар. Давайте комментарияға жазып кетіңдерші, мен міндетті түрде оқитын боламын. Қазір мына деген көлігімді қойып бір фотоға түсіріп алмасам әттең болмайды достар. Қай жерге бір нормальный жерге қоюға болады достар. Давайте былай қарай қояйық. Вау, достар, чоза красотка болып тұр мына жер деген. Былайнан қояйық көлігімізді деген. Міне достар. Көріп тұрсыңдар ма? GTA 5-ің сұлулығы деген керемет қой достар. Ё-моё. Мінекей достар, осымен біздің видеомыз аяқталды. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңдар достар. Ал достар, мінекей біздер видеоны осылай аяқтайтын боламыз. Келесі кездескенше сау болыңдар достар. Короче деген қазір енді мына Бехан деп Bugatti-ді бір фотоға түсіріп алайық. Мына чоза не достар? Қазба бір бөле тұр мына жерде деген. Достар, осылай түсіріп алсам дерсізле, қараңдар. Чао. Все болды, енді WhatsApp группаға жіберу керек қой достарға деген.